алтынды михраб артымызда. Көзіме жас келді, толқытым, қазірде де қатты толқыттым. Таң қалдырып, көңілімді босатқан қала Самарқан. Құрметті достар, біз Әмір Темірдің астана салған керемет жерінде тұрмыз, Самарқандта. Осы Самарқанд үшін Әмір Темір жердің қай бір нүктесін баспады, қай жеріне бармады. Енді сол Әмір Темірдің Самарқандының, сол кездегі Самарқандтың сақталған бөлшектерімен танысып кетуге тырысамыз, сіздерге көрсетуге тырысамыз. Біз жаңа келе жатқан кезімізде Марал екеуміз бүгін түнде түстік, әлі орналасқанымыз жоқ, босайды. Жолда жөн сұрасып отырып, біз кездестік. Здравствуйте. Өзіңіз аты Меня жөніңіз? зовут Дильфуза Хашимовна. Я работаю воспитательницей, 35 лет. Я здесь живу рядышком Амира Тимура. Улица это Рухабад. Я с ними знакомилась. Вот немножко им рассказываю про Самарканд. Вот у нас находится Рухабад. Учитель, да? Сначала учитель его, потом это Амир Тимура мавзолей. Там находится и Улугбек, и Амир Тимур. Вот раскопку сделали же В 41 году. В 41 году, потом где эта война началась. перед войной. Да. Вот здесь пришли все ученые, вот раскопку вот отсюда сделали. Вот. У нас еще рядышком находится Захидин Мухаммад Бобра, это как будто Афросиоп, да. Внутри это есть музей там. Раскопку сделали там. Сейчас нельзя, там ремонтируют. Да. Работа восстановления идет. Да. А Регистон находится где? Вот, рядышком, идемте, я вам показываю. Все там Регистан, и Бибихоны, и Хазрати Хизир Бобо, и там Нодир Тоньор Пайгамбар, там все там, как это, ансамбль стоит. После. Тамаша. Да. Потом мы бы хотели попасть в Шахризабз. Шахрисабз рядышком. Спрашивайте, там отвезут там. Там автобусы не ходят, потому что через горы там нужно идти, да? Такси там ходит. В Шахризабзе родился Әмір Темір. Да, Шахрисабз родился. Ну, А что там Самарканда. сохранился? Вы видели там? Были? Да, там это, как у нас. Ага. Там это есть арка, и в серединке у него это стоит. Свое это, что говорит там? Крепость. Да, крепость. Да. Очень. И там тоже, вот как это сохранено, все есть красиво. Ну, Самарканд лучше. Это Всё, ж да. центр. Центр, да. Да. Обсерватория Улугбека надо? Улугбека надо. Нет, Да. Улугбек у нас находится в Улугбеке. Скажите, такси отвезет, сказала же вам. 20 или 15 тысяч стоит за двоих. Вот наши старинные, которые умерли, дедушки, бабушки, говорят, вот сейчас зиоратом стало. А все здесь же были кабр. А сейчас старинные вещи. Это стало, да, старинные места, все туристы идут смотреть. Но Ранганда шерге Айта беріңіз, өзбекше түсінеміз біз? ana shu kishiga aytganki, men nima qilay, shuncha quridingiz, yordam berdingiz deganda, u kishi aytganki, men uchun bitta qabr qo'ying shu yerga degan. Menga pulingiz kerak emas, shu ana shu yerga bir kelganda nima qilib ketsalar odamlar degan. Осы жерде қалайын Ana деп, shuni qo'ygan, қалайын ha. деп. U kishi faqat go'sht tashigan ularga, go'sht ustolar uchun. Рахмат. Өзбекстанның гауһары Самарқандтағы Регистан алаңындамыз. 3 медреседен тұрады ансамбль. Ең бірінші салынған Улугбек медресесі. Оған қарама-қарсы тұрған Шердор медресесі мен Тилла Қари медресесі 2 ғасырдан кейін салынған. Бұл ансамбльдің, бұл
Регистанның ең ғажайыбы ол Шердор медресесі. Шердор медресесі Ұлықбек кезінде сопылардың тұратын жері Ханаканың орнына салынған. Шердор медресесінің үстінде қарасақ, жолбарыс, барыстың арқасында күн бейнесі бар. Симметриал салынған, екі жақта екі барыс, күн арқалаған, ортасында свастика. Бәрімізге белгілі мұсылман діні адамның бейнесін, жан-жануардың бейнесін салуға рұқсат бермейді. Олай болса, бұл суреттер, бейнелер нені білдіреді? Біздің тәңірлік ілімдерімізде тегіміз көк бөрі. Біз барыстың, бөрінің еркіндігін, олардың батылдығын, өзінің жемін, жақын келген алу қабілетін, айлакерлігін бәрін өзімізге үлгі тұтамыз. Сондай белгінің бірі бұл тұрған барыс, жолбарыс. Бұл түркілерге тән белгі. Сондықтан Шердор медресесі ерекше, ғажайып сәулет өнеріне жатады. Бір қызығы, Шердорда мешіт жоқ. Ортағасырлық мұсылман медресесіне тән емес құбылыс. Шәкірттер Ұлықбек медресесінің мешітіне барған, Шердор медресесінде құблаға қарайтын михраб ретінде безендірілмеген қуыста Құранның үзіндісі жазылған. Мінберсіз. Кезінде михраб рөлін атқаруы мүмкін жалғыз ойылған қуыс бар. Ұлықбек медресесінен бастайық. Медресе 1417-20 жылдары салынған. Биіктігі 16,5 метр. Минареттердің биіктіктері 33 метр. Шәкірттер тұратын бөлме хижралар саны 56. 2 дәрісхана болған, оның төбесін көмкерген 4 күмбезбен хижра үйлерінің үстіңгі қабаты медресенің 4 бұрышындағы алып мұнараның біреуі сақталмаған. 20 ғасырда қирап бітуге арналған Ұлықбек медресесінің ғимаратына 1932 және 64 жылдары қалпына келтіру жұмыстары жүргізілген. Ұлықбек медресесі кезінде Орта Азиядағы ең ірі оқу орны болған. Онда теологиямен қатар астрономия, философия, математика ғылымдарынан дәріс оқылды. Медреседе Ұлықбектің өзі де дәріс берген. Қазір медреселер өзінің қызметін атқармайды. Ол жерде туристерге арналған бутиктер бар. Мұнда өзбек халқының мәдениетін, өркениетін, өзіне тән салт дәстүрін, киім үлгілерін көрсететін сауда орындары орналасқан. Мара? Жастық қыста, сақ ішіндегі сувенирлер, қолөнер шеберлерінің бұйымдары, әмияндар, сөмкелер, кепкалар, жібек, кепкалар. Қанша тұрады мына кепкалар? 70 мың? 70 мың. Таза жібек пе, әлде немен мақта араласқан ба, әлде таза жібек пе? Состав. Состав, вот это шелк, это хлопок. Это одноразовый хлопок, это атласовый шелк. 70 3 мың теңге бар. 3 мың теңге болады. Это адрас. Бұл не адрас? Адрас это наш национальный ткань, сделает вручную. Технология? Да. Технология қандай? Технология вот мына қақлып нема қылады. Қалай жылтырады? Адрас. Қалай жылтырады? Ялчырады. Блестит, Там чуть-чуть шелк есть. 20% точно. Бұл жерде
Құранның көрмелер. Түсіріп жүр, мен де қазір суретке түсіріп аламын, айналып Самый старый храм. гидтердің түсіндіріп жүрген қасына барып естіп алып жатырмыз. Өзім жалдайық десек өте қымбат, 800 мың сұрайды. Ұлықбек медресесінде әлемдегі ең үлкен Құран кітабы сақталған. Жаңа түсіндіріп жатқан гидтерден естіп алдық. Мына Құран алтыннан Самарқанд қағазына жасалған, жерге қосылған, бұны жуып пайдалана беруге болады дейді. Сонда 100 жыл, 1000 жылға дейін пайдалану мүмкіндігі зор. Араласаң аралап жүре бересің, бізге басқа локациялар да бар, ертең Бұхараға жүруіміз керек. Сондықтан тез жүріп өту керек. Қазір алтындағы залды көреміз. Барлық енді аралап сұрап көрмей қояйық, шамалас келеді бағалары. Саламатсың, ассалаумағалейкум. Бұрынғы кірпішлері. Сөмкелер қанша? Қайсы? Мына жоғарыдағы? 250 мың? Суреттер, сувенирлер. Мына кружкалар қанша? 150 мың сом. 150 мың сом. 100 мың 4 мың. Өте қымбат, 6 мың теңгеге шығады. Бір чашқа 6 мың теңге. Күн сағат. Енді екінші қабатқа шығамыз. Өрнектер. Шыққалы мен осы Өзбекстанға келгелі 10 күннен асты, осы есіктер таңғалдырумен келеді өрнектері. Да не лайк. Шықтық. Маралар тыңдап. Шықтық. Мына жерден балкондарға шығады екенсің. Мұнда да бутиктер, шағын сауда орындары. Үйірген көрініс. Бұрынғы жатақханалар ғой. Қазір бөлшек сауда орындары. Что не заметил? Асау екен, дәрет алатын жерлер ау дейм. Мына мешіті, Ұлықбектің медресесі салынған кезде мына Тиле қаридың орнында керуен сарай болған. Ұлықбектің медресесінен әрең шықтық қой. Олай суретке түсіп, бұлай суретке түсіп, қазір алтынмен апталған
медресеге кіреміз. 1646 жылы Самарқан әміршісі Жалаңтөс Баһадүрдің бұйрығымен басталып, 15 жыл салынған Тілә кәрі медресесінің аяқталуымен 1660 жылы Самарқанның бас алаңы Регистанның композициялық бейнесі дәл осылай аяқталды. Медресеге дейін 2 ғасыр бойы жұмыс істеген керуен сарайдың орнына салынған медресенің алтын жалатылған қасбетіне байланысты Тілә кәрі, яғни алтынмен қапталған деп аталып кеткен. Шадор емес, жердор екен. Осы кешеннің мешіті, алтындаған қабырғалар осы мешіттің ішінде. Мінеки. Алтынмен қапталған түгел. Алтынды михраб артымызда. Мына жерде түпнұсқа граниттер сақталған. Ашып қалды. Мына дегеннен кейін мына негізгі граниттер. Біздің реставрация жүрді. Ана жерде фрагмент. Фрагмент қалдырған. Ғажап. Кеңестер одағы кезінде медресе қалпына келтіріліп, күмбез тұрғызылған. Ал мына төбенің ғажабы сол, төбе күмбезді сияқты көрінгенмен, ол жазық салынғанда басында төбе күмбезсіз болған. Мына басты залды, осы мешітті күндәл нақышындағы өрнектерімен реставраторлар тура 1660 жылдағыдай қалпына келтірген. Жалаңтөстің өзі құрылыстың толық аяқталғанын көрмеген. Намаздың біткені күтіп тұрмыз, сосын суретке түсеміз. Түсірге болмайды, кетіп бара жатыр.
дайындалған үлгілері. В принципе, рассказываешь много слов, положение возможно, используешь фразы. Медресе 30-шы жылдары мынандай күйде болған, қирап жатқан. Қазір қалпына келтірілген түрі. Маңы? Маңы? Жаңа жол барсыз ба? Барсыз. Шердор. Сонда порталдар. Шердор медресесіне келдік, 3-ші медресе. Бұл медресені Ұлықбектің медресесіне ұқсатып салған. Бір қараған кезде медресе сыртынан да, ішінен де Ұлықбектің медресесін елестетеді. Соған симметриялы, соның көшірмесі екінші дәл сонда медресе деп түсінуге болады. Бірақ шындығында ол иллюзия. Мұнда сол архитектордың өзінің қолтаңбасы бар, ерекшеліктері бар. Бұл медресе Ұлықбектен кейін 200 жыл өткеннен кейін салынған. Алтынды медресемен осы Шердор медресесіне бір мезгілде салуға бұйрық берілген. Бірақ Шердор медресесі алтынмен бітеді де, Тля Қари ол соңынан бітеді. 2 қабатты медресе. Бұның күмбезі өзгеше. Күмбезі мен минареті белгілі бір бұрыштан қараған кезде мысықтың бейнесін елестетеді. Сондықтан архитектордың бұл кереметін мысық стиліндегі мешіт деп те атайды. Бұл медреседе де қазір бутиктер, сауда орындары бар. Бір-екеуіне кіріп шығайық. Бізге негізі шапандар ұнады. Бағасы көңілімізден шығып тұрған жоқ. Туристерден қымбат баға сұрайды. Есіктері кішкентай, барлық есіктер сол кезде салынған. Бұл солай салынудың өзінің ерекшелігі бар екен. Бұл медресе діни рухани орын, сондықтан кірген кезде бас иіп өзіңнің Алладан төмендігіңді көрсететін белгі болып саналады. Салам алейкум. Салам алейкум. Мынау қанша тұрады? Мына жилет ұзын шапан жилет. 600. Ha? 600. 600.
Мыналар ше? Лағын. 6 100 мың. Бұл да 600 мың ба? Сенде қымбат екен. Бір сауда орны мен екінші сауда орнының бағасы күрт ерекшеленеді. Мына жерде акустика жақсы екен. Дыбысын күңгірлеп шығады, есіктен шыққан бетте. Мына күнге берген порталдың шағылады ау деймін дыбыс. Мына жерде шебер өзінің қолымен жасаған жұмыстарыңызды көріп сатады. Шебердің жұмысы. Бұл сонда кәсіп қой, отбасылық, семейный традиция. Да. Содан жасаған. Өзбекстанның суретін жасалады. Міне осының бәрі шеберлердің оқушысымен бірге өз қолынан шыққан жұмыстары. Мысалы мынандай бір жұмысқа қанша уақыт кетеді? Қандай деймін, ойбай. 17,5 мың. Қанша уақыт кетеді? Мағазинге 2 апта кетеді. 2 апта? 2 апта жасаймыз. Оқушылардың болған үйрету керек. Магниттер ме? Қанша тұрады магниттер? Бұл 180 мың сом. 180 мың. 180. Қолың жұмысы болғасын қымбат болады ғой. Қарсы алдында Ұлықбек медресесі. Мұхаммад Тарағай ибн Шақырық, ибн Темір, Ұлықбек, Гураган. Ұлықбектің обсерваториясының алдында тұрмыз. Қасыңызда Мирза Ұлықбекке қойылған ескерткіш. Қырғызсыздар ма? Қырғыз ба? Жоқ, өзбек. Өзбек? Қасыңыз қырғыз сияқты болды. Өзбекlerden бар да. Қазақстанамыз, обсерваторияға келдік. Қазақстан қайердансыздар? Мен Алматыдан, неден? Сіз ше? Астана. Астана, ол Астана. Қанша север екен да. Жақсы Мұхаммад. 1394 жылы Әмір Темірдің үлкен ұлы Шақырық отбасында ғалым, ақын, мейірім мен ізеттілік арқылы ел басқаруды қолдаған. Ғылымды дәріптеген әмірші дүниеге келді. 10 жасынан әмірші болған. Мәуереннахрдың үлкен аумағы оның қолына тиеді. Астанасы Самарқан. Өз заманынан оза шапқан Ұлықбек әлемдегі ең білімді адамдардың қатарында болған. Атасы Темірмен бірге Кіші Азия және Сирияға барғанда, қазіргі Иранда қалдығы табылған танымал Мараған обсерваториясын көреді. Ол обсерваторияны 1252-58 жылдары Мұхаммед әт-Туси салған. Ұлықбек обсерваторияны көріп, қызығушылығы оянғанда 8 жаста болған деседі. Білім мен билігінің арқасында Мирза Ұлықбек өз заманындағы заманауи ірі астрономия орталығын құрады. Дөңгелек обсерваторияның диаметрі 46 метр, 3 қабаттың әр қабатының биіктігі 10 метрден биік болған. Ішіне меридиан бойымен квадрант салынған. Оның ұзындығы 64 метр, көлбеулігі 90 градус. Квадрант пен жұлдыздың көкжиектен көтерілу биіктігі мен координатасын өлшеген. Ұлықбек квадранты сол уақытта әлемдегі ең үлкен құрал болған. Оң жағымызда шағын мұражай болса керек. Оған сосын кіреміз. Қазір обсерваторияның орнын айналып шығайық. Міне мына осын жабылып тұрған түтік сияқты не сектанттың бір бөлігі. Қазір қазылып, табылып, елдің назарына ұсынып отырған бөлігі ғана. Биік жерде орналасқан, биік төбеде. Мына екінші бөлігі. Міне ойпырмай күннің әрбір мына бөліктер қанша секундтармен есептелген, дәл есептелген. Ғажап. Мен сектанттың екінші бөлігінде тұрмын. Міне екінші шеті негізі шет емес, жалғасады. Айналып кету керек бір бөлігі. Айналып кету керек.
Бұл ғажапты мен бала кезімнен армандағам. Бала кезімде бірінші рет Ұлықбек жайлы, Ұлықбектің ғылыми еңбектерімен танысқан кезімде ең бірінші осы обсерватория жайлы оқығам. Мен сондай толғаныстың үстінде тұрмын. Тіпті білмеймін, мынандай өксік, қуаныштан ғой, өксік келіп тұр, көзіме жас келіп тұр. Қазір бас жағына барайық. Ғажап енді. Мұндай сезім, армандар орындалады. Адам бала кезгі мейлі қандай арман болсын, арманы орындалып шақта өзін бақытты сезінеді. Сондай кездерде дәл осындай сезім болатыны ол анық. Менің бала кезден көптеген армандарымның бір саусақпен санарлық бірнешеуі болған. Соның бірі де бірегейі дәл осы обсерваторияда. Менің арманым орындалды. Мен өзімді осы сәтте өте бақытты сезініп тұрмын. Қазір туристер көп. Мына қарсы алдында обсерваторияның мұражай болса керек. Мына портал тұрған. Негізі қалпына келтіргеннен кейін обсерваторияның басында көріп тұрғаныңыздай порталмен жауып қойған. Ал бұл мына құрылыстардың бәрі бірнеше қабатты ғимараттан кезінде тұрған. Енді қазір көрейік, ішіне қарай туристер рұқсат етілген жақ беттен кірейік. Je comprends tout à fait. Bien sûr. Il était le chef, il était le pacha, le gouvernement. Mais c'est les ouvriers, ils travaillaient. Il y avait des esclaves, des prisonniers, ils travaillaient gratuitement. Ils donnaient à manger. Des 18 mètres. Оның танымал еңбегі 1437 жылы 5 шілдеде аяқталған Гурган Зейтиш жұлдыз каталогы. Онда астроном 1018 жұлдызды сипаттап, оларды 38 шоқ жұлдызға бөлген және жұлдыздық жылды, яғни жылдың ұзақтығын дәл есептеген. Ол 365 күн, 6 сағат, 10 минут, 8 секунд құраған. Бұл дәлдіктің қателігі 1 минуттан аз. Квадрант. Мырза Ұлықбектің армиллиарлы сферасының моделі. Ұлықбекте осындай құрал тұрған. Картасы. Қолданған құралдарының үлгілері. Трактат. Ұлықбектің оқушысы Али Кушчидің трактаты. Көшірген Мұхаммед ибн Али 1542 жылы Ұлықбектің оқушысы. Ұлықбектің жұлдыз каталогының Лондонда жасалған көшірмесі 1843. 1665 жылы Оксфордта жасалған. Оған дейін 200 жыл бұрын. Бүкіл Европа қолданған ғалымдары 1847 жылы Парижде жасалған, 17 жылы 1900 Вашингтонда жасалған. Жердің көлбеулік осыны анықтаған, көзі тірісінде оның еңбектеріндегі есептеулерді Қытай ғалымдары пайдаланған. Қолдармен жасалған. Бөлігі үстінде жаңағы құрал үстіне шығып, мұндай жұмыстар жасаған. Міне жаңағы біз көрген құралдың сектанттың бір бөлігі. Толық біз кішкене ғана бөлігін көрдік. Ашына қарай.
Мен 6-7 сыныпта оқып жүрген кезімде Ұлықбектің кішкентай трактаты қолыма түсті. Қолыма түскенде қалай түскенін білмеймін. Басында ненің Ұлықбектің еңбегі, сосын оның жұлдыздар жайлы еңбектері туралы қысқаша мағлұматтар беріп кеткен. Мен де бала кезімнен астроном болуды армандайтынмын. Түнде түсімде де жұлдыздар көретінмін. Күн қасымда құлап жататын табақтай болды. Содан осы Ұлықбектің обсерваториясы жайлы тұңғыш рет сол мен төменгі орта сыныптарда оқып жүргенде білдім. Суреті тұрды, секстантының осы суреті. Содан армандайтынмын. Бүгін менің арманым орындалып, Самарқандқа келіп, Ұлықбектің обсерваториясының бір бөлігі, оның секстантына көзіммен көріп тұрмын. Осы обсерваториясында ол барлық жұмыстарын жасаған, жүргізген 2 минуттық, 2 секундтық дәлдікпен жасалған жұмыстарының бәрі. Мұражайда жаңа көріп өткеніміздей, Ұлықбектің жұлдыздар каталогы жайлы жұмысының негізінде Англияда ағылшын тіліне 2 рет аударылып, соның негізінде жұлдыздардың каталогы жасалған. Парижде аударылған және соның негізінде каталог жасалған. Міне бүгін мен сондай ерекше әсердемін. Жаңа обсерваторияны айналып өткен кезімде сондай әсерде болдым. Көзіме жас келді, толқыдым, қазірде де қатты толқыттым. Бұл бала кездегі жай ғана арман емес. Бұл түркілердің өркениетінің, ғылымының, мәдениетінің қаншалықты қандай деңгейде болғанын көрсететін бірден-бір дәлел. Мен де сол армандаған едім, бірақ мен физик болдым, астроном бола алмадым, енді мүмкіндігім болмады, Қазақстанда дайындамады. Міне бүгін тамаша Самарқандта Ұлықбектің обсерваториясына келіп, өз әсеріммен бөлісіп тұрмын. Дін басыларына оның ғылымға деген көзқарасы ұнамайды. Соғысты жақтамаған сұлтанның соғыстағы жеңістеріне көңілдері толмаған және билікті құмартқан дін басылары оған оның үлкен ұлы Абдулатифті қарсы қояды. Әкесін ойсырата жеңген ұлы билікті қолына алып, 1449 жылдың 27 қазанында Меккеге қажылыққа бара жатқан жолында әкесінің басын алғызады. Ұлықбектің өлімінен кейін 20 жылдай жұмыс істеп, кен ғалымдар тарап кетеді де, ғимараттың кірпіштерін ел құрылысқа пайдаланады. Менің артымда Ұлықбектің обсерваториясы қалып бара жатыр. Тағы да соңғы рет бір мәрте көз тастайық. Бұл жерге енді күнделікті келіп жатқан емеспіз, жол түскенде келеміз. Егер мүмкіндік болса, осы обсерваторияны көргендеріңіз болса, өз әсерлеріңізді комментарийға жазып кетсеңіздер, алғысым шексіз. Келіңіздер Самарқандқа. Бұл Өзбекстанның ғана гауһары емес, бүкіл Орта Азияның бір ғажайып гауһар қаласы. Мәдени мұра. Дін тұмандай сейіледі, патшалық жойылады. Бірақ ғалымдардың еңбегі мәңгі қалмақ. Мирзо Ұлықбек.